Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы көп қабатты ғимараттар мен ара жабындарының құрылымдық жүйелері. Бұл дәрістің мақсаты ара жабындардың анықтамасын, олардың ғимараттағы рөлін және қолданылатын негізгі конструктивтік жүйелерді қарастыру. Сонымен қатар, ара жабындардың беріктігі мен тұрақтылыққа әсерін түсіндіру. Әртүрлі ара жабындардың азшылықтары мен кемшіліктерін талдау, Қазақстандағы жобалау тәжірибесін халықаралық стандарттармен салыстыру, жаңа материалдар мен заманауи технологиялардың, яғни бейім технологиясы, 3D басып шығару, композиттерді қолдануды көрсетеді. Ара жабын дегеніміз көп қабатты ғимараттардың ең маңызды көлденең конструктивтік элементтерінің бірі. Ол қабаттарды бөледі, жүктемені қабылдап, оны төменгі тірек элементтеріне жеткізеді. Ара жабынның дұрыс жобалануы ғимараттың беріктігіне, тұрақтылығына, қауіпсіздігіне, жабындар тек ғимараттарды бөлетін элемент қана емес, сонымен бірге ғимараттың жалпы қаңқасының ажырамас бөлігі болып табылады. Олар арқылы жүктемелер жүйелі түрде бағанаға, қабырғаға және ақырында ғимараттың іргетасына жеткізіледі. Қабатты ғимараттардың ара жабындарын жобалауда әртүрлі конструктивтік схемалар қолданылады. Бұл схемалар ғимараттың жобалау мүмкіндіктерін, жүктемелердің таралуын және құрылыс тиімділігін анықтайды. Рамалық жүйелер, ригельдер бойлық немесе көлденең бағыттарда орналасып, плитадан түскен жүктемелерді тиімді түрде бағанаға жеткізеді. Ұзын осі бойынша орналасып, кеңістікті икемді жоспарлауға мүмкіндік береді. Ал көлденең ригельдер қысқа ось бойынша орналасып, тік жүктемелерді біркелкі таратады. Сонымен қатар бізде ригельсіз жүйе бар. Тікелей бағаналарға тіреледі. Бұл жүйе бөлмелерді еркін жоспарлауға жағдай жасайды, себебі ригельдер болмайды. Мұндай шешім қазіргі заманғы кеңсе ғимараттарында және сауда орталықтарында жиі қолданылады. Аралық жүйе. Көлденең және бойлық ригельдер бірге қолданылады. Бұл кеңістік ғимаратты күшейтіп, жүктемелерді біркелкі таратады. Әдетте өндірістік ғимараттарда немесе үлкен аралықта қажет ететін нысандарды қолданылады. Қаңқасыз жүйелерде ғимараттың негізгі жүк көтергіш элементтері қабырғалар болып табылады. Бұл жүйе аралық құрылымға қарағанда қарапайым, бірақ жоспарлау мүмкіндіктері қабырғалардың орналасуына тәуелді болады. Айқас қабырғалық жүйе. Бойлық және көлденең қабырғалар торы ғимаратқа жоғары кеңістік қаттылық береді. Мұндай жүйе тұрғын үйлерде және оқу ғимараттарында жиі қолданылады. Себебі ол жүктемелерді біркелкі таратады. Көлденең қабырғалық жүйе дегеніміз негізгі жүктемені көлденең қабырғаға қабылдайды. Бұл жүйе көбіне тұрғын үйлерде қолданылады, себебі бөлмелердің ұзын ось бойымен орналасуы ыңғайлы. Ұзын остегі қабырғалар негізгі тірек қызметін атқарады. Бұл жүйе бөлмелерді икемді жоспарлауға мүмкіндік береді, бірақ көлденең қаттылықты қамтамасыз ету үшін қосымша элементтер қажет болуы мүмкін. Ара жабындар бірнеше негізді конструктивтік элементтерден тұрады. Әрбір элементтің өзіне тән қызметі бар, және олар бірге жұмыс істегенде ғимараттың беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ете алады. Плитадан түскен күшті қабылдап, оны бағанаға береді. Ригельдер ғимараттың көлденең қаттылығын арттырады және жүктемелерді біркелкі таратуға мүмкіндік жасайды. Бағаналар мен тіректер негізгі тік жүктемені қабылдап, оны іргетасқа жеткізеді. Бағаналар ғимараттың қаңқасының басты элементтері болып табылады. Ол тіректер қосымша тұрақтылық береді. Қабаттасу. Жүктемені таратып, қабаттар арасындағы кеңістікті бөледі. Олар тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасайды және әр қабаттың функцияларын. Ол элементтердің үйлесімді жұмысы ғимараттың жалпы конструктивтік жүйесін қалыптастырады. Егер бір элемент әлсіз болса, бүкіл жүйенің беріктігіне әсер етеді. Көп қабатты ғимараттардағы ара жабындар бірқатар ерекшеліктерге, олар ғимараттың кеңістік қаттылығын, беріктігін және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Элементтердің үйлесімі ара жабындар, бағаналар, қабырғалар мен ригельдермен бірге жұмыс істеп, ғимараттың кеңістік қаттылығын арттырады. Бұл үйлесім ғимараттың сейсмикалық тұрақтылығын күшейтеді. Жүктемелердің жүйелі берілуі. Плиталардан түскен күштер ригельдер мен бағаналар арқылы іргетасқа жеткізіледі. Жүктемелердің дұрыс таралуы
ғимараттың бірақ ұзақ мерзімді беріктігін қамтамасыз етеді. Құрылыс элементтерінің стандартты өлшемдермен қайталануы монтажды жылдамдатады, азайтады және өндірістік төзімділікті арттырады. Негізгі құрылыс тәжірибесінде кеңінен қолданылатын шешімдердің бірі. Олар жазық плиталар түрінде орындалып, ғимараттың кеңістік қаттылығын қамтамасыз етеді. Монолитті плиталарда иілу моменттері, қию күштері және дифференциялар есептеледі. Егер есептеулер плитаның қалыңдығын, арматураның орналасуын және жүктемелердің таралуын анықтайды. Арматуралар принциптері. Жұмысшы арматура негізгі күштерін қабылдайды. Олар конструктивтік арматура плитаның тұрақтылығын сақтайды. Арматураны дұрыс орналастыру плитаның беріктігін арттырады және жарықшақтардың пайда болуына жол бермейді. Жіктеу бағдарламалары. Қазіргі таңда монолитті плиталарды жобалау үшін арнайы бағдарламалар қолданылады. Лира құрылымдық элементтердің беріктігін есептеуге арналған. Монолитті жүйелердің артықшылықтары олардың біртұтас құрылым ретінде жұмыс істеуі. Бұл жүйе сейсмикалық тұрақтылықты арттырады және ұзақ мерзімді беріктікке. Аражабындарды жобалауда қолданылатын материалдар олардың беріктігіне, ұзақ мерзімділігіне және құрылыс тиімділігіне тікелей әсер етеді. Бетон жоғары қысымдық беріктікке ие. Монолитті және префабрикатты түрлері қолданылады. Монолитті бетон дегеніміз біртұтас құрылым ретінде жұмыс істейді, сейсмикалық тұрақтылықты арттырады, ал префабрикалық бетон плиталары зауытта дайындалып, құрылыс алаңында тез орнатылады, уақыт үнемдейді. Сонымен қатар бізде болат жеңіл әрі икемді материал, ұзын аралықтарды жабуға тиімді. Болат арқалықтар мен плиталар ғимараттың беріктікке қаттылығын арттырады. Жобалауда болаттың серпімділігі мен беріктігі ерекше ескеріледі. Композиттік материалдар. Жаңа буын материалдар болып табылады. Олар беріктік пен жеңілдікті үйлестіреді. Талшықты және көміртекті композиттер салмақты азайтып, беріктікті арттырады. Экологиялық тұрғыдан тиімді және болашақта кеңінен қолданылуы. Материал таңдау ғимараттың функционалдығына, климаттық жағдайына және экономикалық тиімділігіне байланысты. Қазақстандағы тәжірибеде бетон ең көп қолданылса, болат пен композиттер заманауи жобаларда жиі енгізілуде. Қабатты ғимараттарды жобалауда табиғи әсерлерді ескеру өте маңызды. Сейсмикалық қозғалыстар мен жел, қар жүктемелері және температуралық өзгерістер ғимараттың тұрақтылығына әсер етеді. Сейсмикалық жүктемелер мен жел, қар жүктемелерін біз осы дәрісімізде айтқанбыз. Келесі температуралық деформациялар. Материалдардың жылулық ұлғаюын ескеру қажет. Бұл үшін ғимаратта деформациялық тегістер қарастырылады. Температуралық өзгерістердің туындайтын кернеулерді азайтып, конструкцияның ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етеді. Қазіргі кездегі инновациялық шешімдерге байланысты. Қазіргі жобалау тәжірибесінде инновациялық шешімдер кеңінен қолданылады. Бұл әдістер құрылыс процесін жылдамдатып қана қоймай, ғимараттардың беріктігі мен тиімділігін арттырады. Алдын ала кернеу берілген плиталар жүктемелерді тиімді қабылдап, жарықшақтарды пайда болуын азайтады. Ұзақ аралықтарды жабуға мүмкіндік береді. ВИМ технологиялары, 3D басып шығару, препад модельде. Алматы мен Астанада сейсмикалық аймақтарда жобалау тәжірибесі ерекше маңызды. Мұнда ғимараттардың кеңістік қаттылығы мен сейсмикалық тұрақтылығы басты назарда болады. Жергілікті климаттық жағдайларға бейімделген шешімдер қабылдайды. Көп қабатты ғимараттардағы аражабындар ғимараттың беріктігі мен тұрақтылығының негізгі элементтерінің барысында біз олардың анықтамасын, конструктивтік жүйелерін, материалдарын және табиғи қатерлерге төзімділігін. Жобаланған аражабын ғимараттың ұзақ қызмет мерзімі етуінің жүйенің сенімділігін арттырады және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жаңа материалдар құрылыс тиімділігін арттырады, салмақты азайтады және экологиялық тұрғыдан қолайлы шешімдер ұсынады. Цифрлық жобалау әрі қауіпсіз шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. ВИМ технологиялары мен заманауи бағдарламалар жобалаудың жеңілдетіп, қателікті азайтады. Экологиялық және сейсмикалық талаптарға сай жобалау.
тұрақты болашақтың негізі. Бұл факторларды ескеру Қазақстандағы климаттық және сейсмикалық жағдайларда ерекше маңызды. Мен ара жабындар тек ғимараттарды бөлетін элемент емес, ғимараттың жалпы қаңқасының ажырамас бөлігі. Оларды дұрыс жобалау инженердің кәсіби жауапкершілігі мен қоғам алдындағы міндеті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.